Пәкістанда тұратын ағайынды Абдул Рашид пен Шуайб Ахмед өте сирек кездесетін құпия аурудың зардабын тартуда. Абдулдың жасы 9-да, ағасы болса Ахмедтің жасы 13-те. Ағайындылар күндіз дендері сау, қарапайым адамдардай жүреді де, күн батқанда олар адам айтса сенгісіз күйге түседі. Айналасында не болып жатқанын естіп тұрса да сөйлей алмай, толығымен сал болып қалады. Әкесі ұлдарын күннің көзінен қуат алатынын айтып, күн балалар деп атап кеткен. Бір таңғаларлығы, балалар күндіздің өзінде қараңғы жерде өздерін өте жақсы сезінеді. Тіпті жаңбырлы күндері, күнді бұлт жауып тұрса да, олар өзге адамдар секілді тіршілігін жасай береді. Тек кеш батса болды, беймәлім күйден арыла алмайды. Қазіргі таңда бұл ерекше құбылысқа Пәкістан университетінің медицина докторы Джавед Акрам зерттеу жүргізу үстінде. Біз шын мәнінде не болып жатқан анықтауға міндеттіміз. Біздің мамандар бұл балалардың күндіз ел қатарлы жүріп, ал кеш батқанда бүкіл күшінен айырылып, тіпті көзін аша алмайтын дәрежеге жетуінің себебін анықтауға тырысып жатыр, дейді ол. Балалардың әкесі Мухаммед Хашим балаларын қандай тылсым күштің қинайтынын анықтаудан шаршаған. Ол балаларын біреу оқытып тастады деп отыр. Сол үшін түрлі емшілерге қаралып, табанын тоздырып жүр. Сонымен қатар ол балаларын дінге баулуда. Балалар шамамен 300-дей зерттеу мен тесттерден өткен. Мұндай шарасыз таң қалмасқа болмайтын құбылыстың мән-жайын ешкім әлі түсіндіре алмауда. Дәрігерлер мұны генетикалық аномалия, яғни ағайында бауыры мен әпкесінің некесіз салдары болуы мүмкін деген болжам жасап отыр. Олардың 6 баласы болған, оның 2-і ертеректе қайтыс болған. Балалардың 2 қарындасы бар, бірақ олар мұндай дерттен ада. Күн балаларының жұмбағын шешуге әлемнің барлық медицина қызметкерлері бастарынға тұруда. Әзірше балалардың ауруларын бәсеңдететін терапия ойлап табылды. Қазір ағайындылар сағат кешкі 10-ға дейін сау жүре алады. Қазір олардың жағдайы жақсарды. Алдағы уақытта толықтай жазылып кетеді деп сенеміз, дейді ағайындылардың әкесі. Өз ауруларына қарамастан, балаларға дәрігерлер мен бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері қатты ұнайды екен. Олар зерттеу кезіндегі дәмді тамақтарды айтып, мәз болысады. Өскенде Шуайб мектепте ұстаз боламын десе, Абдул діни білімін жалғастырғысы келеді екен.